Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз 134 пен 5-тің көбейтіндісі, 670 пен 5-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Екінші есепте баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеру керек. Үшінші есептің астында мұхиттардың тұсындағы өрнектердің мәнін табамыз. Атлант мұхитының тұсындағы өрнектің мәні 110-ға тең, ал солтүстік мұзды мұхиттың тұсындағы өрнектің мәні 60, Тынық мұхиттың қасындағысында 170, ал Үнді мұхитында 80. Енді олардың мәнін өсу ретімен атаймыз. Ең алдымен солтүстік мұзды мұхиты, Үнді мұхиты, Атлант мұхиты және Тынық мұхиты. Есебінде ақиқат пікірлерді атаймыз. Тынық мұхит ең үлкен мұхит. Ол бізде ақиқат. Атлант мұхиты Үнді мұхитынан кіші. Жалған. Солтүстік мұзды мұхит Үнді мұхиттан үлкен. Жалған. Есебінде өзіміз осындай ақиқат немесе жалған пікірлерді құрастыруымыз керек. Мен осындай 3 пікірді құрастырдым. Өздеріңіз бұдан да бөлек пікірлер құрастыра аласыздар. Мысалы, Атлант мұхиты Тынық мұхитынан үлкен. Жалған. Үнді мұхит ең кіші мұхит. Жалған. Солтүстік мұзды мұхит Атлант мұхитынан кіші. Ақиқат. Төртінші есепте қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыру керек. Асында бірінші кемеде 145 жолаушы бар, ал екінші кемеде бірінші кемеден қарағанда 4 есе артық. Барлығы 960 жолаушы. Үшінші кемеде неше жолаушы бар? Оның жауабын табу үшін, яғни шешімін табу үшін 960, ол бізде барлығы, азайтамыз. Бірінші кеме, яғни 145, қосылған 145 көбейтілген 4, ол бізде екінші кемедегі жолаушы саны. Осы бірінші кеме мен екінші кемедегі жолаушылары санын қосамыз да 960-тан азайтамыз. Сонда 235 жолаушы үшінші кемеде бар екен. Ал есебінде бірінші кемеде 134 тонна жүк. Ал екінші кемеде белгісіз, бірақ бірінші кемеден қарағанда 5 есе артық. Екінші кемеде бірінші кемеден қарағанда қанша тонна жүк артық? Бұл есептің шешімінде ең алдымен екінші кемедегі жүктің массасын тауып алуымыз керек. Оны табу үшін 134-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда шыққан мәнді 134-тен азайтамыз. Жауабында екінші кемеде бірінші кемеден қарағанда 536 тонна жүк артық. Бесінші есепте баған түрінде жазып есептейміз. Алтыншы есепте кесінділер сызу керек. Асында ұзындығы 25 см кесіндінің 5-тен 1 бөлігі. Оны табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Жауабы 5 см. Сонда біздің есебіндегі кесіндінің ұзындығы 5 см қылып сызамыз. Ал асінде ұзындығы 12 см кесіндінің 3-тен 1 бөлігі. 12 см-ті 3-ке бөлеміз. Жауабы 4 см. Жетінші есепте диаграмма бойынша сұрақтар және есептер құрастырып, оларды шығару керек. Мен осындай 2 сұрақ пен олардың жауаптарын жазып қойдым. 6-9 уақыт аралығында қанша кеме келген? 25 кеме. Екінші сұрақ, қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері аз келді? 18-21, 21-24 аралығында. 5 кеме. Одан кейін осындай бір есеп құрастырдым. 12-15 аралығында 65 кеме келген, ал 15-18 аралығында 10 кеме келген. Сағат 12-18 аралығында барлығы неше кеме келген? Шешімін табу үшін, яғни барлығы қанша кеме келгенін табу үшін бізге 65 пен 10-ды қосу керек. Сонда 75 болады. Жауабы 12-18 аралығында барлығы 75 кеме келген. 8-ші есепте ең алдымен би студиясы, дәріхана, пошта, кітапхананы қысқартып бас әріптермен жазып қояйық. Б дегеніміз би студиясы, К кітапхана, П пошта, Д дәріхана. Ең алдымен жолдың қанша мүмкін нұсқасын табу үшін оның оңай жолы бар табудың. Яғни, егерде бізге 4 объект бар, соған барады. Яғни, бізде барлығы нешеу? 4-еу. Би студиясы, кітапхана, пошта, дәріхана.
4-ті жазып қоямыз. Егер де ең алдымен 5 студияға баратын болсам, онда ары қарай ол 3 объект, 3 жерге барады. Сонда 4 көбейту 3 деп жазып қоямыз. Сосын ол кітапханаға барып болғасын, онда енді 2 баратын жері қалады. Сосын көбейту 2 деп қоямыз. Енді ол поштада тұрады, поштада болады. Сосын оған енді баруға тек бір жер қалады. 2-ның қасына көбейту 1 дейміз. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12, 12-ні 2-ке көбейтеміз 24, 24-ті 1-ге көбейтеміз 24. Сонда жолдың 24 мүмкін нұсқасы бар. Одан бөлек, осы тапқанымызды ашып жазуға да болады. Әлия ең бірінші 5 студиясына, одан кейін кітапханаға, кейін поштаға, сосын дәріханаға бара алады. Одан соң 5 студиясы, кітапхана, дәріхана және пошта, 5 студиясы, пошта, кітапхана, дәріхана, 5 студиясы, пошта, дәріхана, кітапхана, 5 студиясы, дәріхана, пошта, кітапхана, 5 студиясы, дәріхана, кітапхана, пошта. Ол бізде бірінші 5 студиясынан бастап тұр. Бұны біз қалай істегенімізді түсіндіріп кетейін. Ең бірінші біз алты рет Б деп жазып қоямыз. Онда мен ең біріншінде бәрін ашып жаздым. 5 студия, кітапхана, пошта, дәріхана деп, онда санаймыз. Одан соң біз 2 рет кітапхана деп жаздық. Одан соң 2 рет пошта, 2 рет дәріхана деп жаздық. Енді біз 2 баратын жерді жаздық, сонда бізде 2 қалады. Мысалы, ең бірінші 5 студия, кітапхана. Енді біз 2 қалып тұр, пошта және дәріхана. Пошта мен дәріхананы жазып қоямыз. Енді келесі жанда сол пошта мен дәріхананың орнын алмастырамыз. Мысалы, одан кейін астында 5 студиясы, пошта, 2 рет поштаны жаздық. Одан соң бізде 2 баратын жер қалды, кітапхана мен дәріхана. Сол екеуін жазамыз, сосын оның астына екеуін орындарын ауыстырамыз, дәріхана және кітапхана деп. Осымен біз ең алдымен ең бірінші баратын жерге 5 студиясын аяқтадық. Одан кейін кітапханадан бастаймыз. 6 рет кітапхананы жазып қоямыз басына. Одан кейін 2-ден әр баратын жерді жазып қоямыз. 2 рет 5 студиясы, одан соң пошта, одан кейін дәріхана. Мысалы, кітапхана, одан соң 5 студиясы, енді біз 2 баратын жер қалды, дәріхана мен пошта. 2-ін жазып қоямыз, сосын астына 2-ін орнын ауыстырып жазамыз. Дәл солай қалғандарды жасаймыз. Одан соң кітапханадан кейін пошта, поштадан соң 5 студиясы мен дәріхана, одан кейін 2-ін орындарын ауыстырып дәріхана мен 5 студиясы, одан соң пошта мен 5 студиясы, 2-ін орнын ауыстырып 5 студиясы мен пошта. Енді біз ең басына 2 баратын жер қалды. Біз бана ең бірінші жазғанда 5 студиясын 6 рет жаздық, одан соң кітапхананы 6 рет жаздық, енді поштаны 6 рет жазамыз. Одан кейін қалғандарын 2-ден, сосын 6 рет дәріхананы жазамыз да, дәл солай жасаймыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.